мектеп оқушыларына пиджак киіп тұрады. Кеше әлеуметтік оқыдым. Министрлік муфтиятпен келіссөз жүргізіп жатыр деген сөйлеп жатыр. Қалай мәселені шешу туралы. Соған сіздің муфтияттың өкілісіз ғой. Муфтият не дейді? Қандай өзіңіздің пікіріңіз қандай? Муфтият парыз дейді, Құраннан ешкім аттап кете алмайды, мен де үкімім солай. Бірақ айтпақ болғаным, мен бұл жерде өзімнің жеке позициям бар, түсінік былай. Орамал таққан қыздар, орамал тақпағандары шұқымау керек деп есептеймін. Оларды төмен көрмеу керек деп есептеймін. Бізде орамал таққандар бөлініп алып, ухтичка, сестричка болып, мына жақтағылардың барлығын жек көріп, они все жаханнамы, жахили деген сияқты сөздермен төмен түсіретінде бар. Бұл өте жексұрындық нәрсе. Вот это орамалды не красит, орамалды құртады сол. Одан кейін біздің мемлекетіміз өзі айтамыз да, заңды білмейтін елміз біз. Заң, конституция тұр, сенің жеке право. Любой майда-шүйде заң конституционалды ештеңе емес. Оның бәрі закрепленный адамның жеке бостандығымен бар. Азаматтық құқығымыз бар біздің. Сондықтан ол ешқандай неге талас жоқ. Оған мынау біздің мен өзім ойлаймын, құқық қорғайтын мекемелер, жаңағы адвокат бар, басқа бар, прокуратура бар, оған тиісті несін береді. Бірақ бұл жерде бір сондай шешім қабылдауымыз керек, мен өзім есептеймін. Былай қарай қатты бұрып кетпейтіндей, мысалы айтайық, барлық орамал таққандарды қуып шықпау керек, соның бір ортасында әдемі бір өзінің бір жолын табу керек деп есептеймін. Оған біздің мынау пісіп жеттік қой 30 жылда. Сондықтан барлығы бірлесіп, зиялы қауым бар, журналистер бар, елдің бар таласып төбелесу емес. Бұл жерде мәселе үлкендердің эмоциясын, біз жылда осы мәселені тамыздың аяғында кульминацияға алып келеміз. Не керек бар? Бұны отырып, кәдімгі бұл жердегі түпкі мақсат, мына балалардың оқуы тұр ғой. Келешек ұрпақ тұр бұл жерде. Саналы білім тұр. Қазір тиісет, сен орамалға кірме деп, жақсы бала кетеді. Қайда кетеді? Теріс ағымға кетіп қалса кім кінәлі сол? Сондықтан мектеп ол кәдімгі 3 нәрсе қасиетті қазақта. Мектеп, мешіт, медресе. Осы нәрсені біз құрметтеуіміз керек. Мектептің өзінің заңы бар, зайырлығы. Мүмкін слишком қап-қарап киіну. Вообще мына сөздің ашығын айту керек. Біздікілер былай оран десе, біздікілер былай оранатындар бар. Ниндзя. Бұл ниндзяның керегі жоқ бізге. Айналайын, школа ниндзя черепахан көріп өштік, болды, все, хватит уже. Сондықтан анандай белый ниндзя, черный ниндзя қылып, көздерді мынандай қылып, с прорезіме дейді, яғни паранжа сияқты қылып кию, ол көшеде де келмейді біздің қазаққа, мектепте вообще келмейтін дүние. Сондықтан әр нәрсе өз жөнімен болу керек. Мектепте, да, шашын жабам десе жапсын. Но біздің орамал таққан қыздардың сыртынан еще тағы бір орамал тағу керек. Сондай қылып тағады, наоборот, смысл орамал не? Жасетқа хиджаб. Просто көз түспеу керек. А біздікілер такой орамал тағып сөйліп қарғай берген келеді жағаған. Бейт тұрып неше түрлі лампочкалар жағып, мына жердің бәрін еще юбканы сондай қылып көйлекті киеді. Вообще смысл мынау киген көйлекте, ана көйлек кең болып жүргенде аяқ білмеу керек. Біздікілер так тырыстырып киеді бүйтіп. Еще жүре алмайды бүйтіп. Алдыда көрініп тұрады, арт жағы да көрініп тұрады. Қарай берген келеді бүйтіп оборачиваться. Ол дұрыс нәрсе емес. Ол шындық ол, шындық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйым салған белге не тағуда? Белдік тағуы тыйым салынған. Керек десе. Неге? Фигураны көрсетпес үшін. Сондықтан да әр нәрсе өз жөнімен болу керек. Да, мен бір мектепте ана орамал басын жұлған инцидент болды ғой. Сол мектепке лично өзім бардым. Іздеп қай облыста екен бардым. Директорына жолықтым. Неге қандай праваңыз бар біреудің басына орамалға жабысу десем, кешіріңіз, біз кешірім сұрадық официально, бәрі дұрыс болды, но сіз мынаны қараңыз деп ноутбукты бүйтіп бұрып маған көрсетті. Сөйтсем сол қыздың басқа бір подружкалармен ұрысқан төбелескені камераға түсіп қапты. Соның дауысын бүйтіп, қойысты бүйтіп наушникпен тыңдап отырсам, бағана орамал таққан қыздың боғауыз сөзін естідім да, вообще свежий боғауыздар пока әлі. Ешкім бір жаттамаған. Сондай боғауызбен боқтап жатыр орамал таққан қарындасым. Мне так было неприятно дейді ғой. Жер жарылмады, мен кірмедім. Осы қызды қорғап жатсың ба деді. Тыңдап тұрдым, мен не істеймін? Сол үшін кішкене мына вид көрсетіңіздер да, имандылық, ибалық. Сол точно так же это касается сақал таққан жігіт қойған бауырларымызды. Қайда мінез, қайда мейірімділік? Дейтін қойып. Ассаламу алейкум, милость. Ислам өзі милость емес пе, мейірімділік. Қайда?
ұстап саған қарасында, ох, қандай мұсылмандар десін. А бізде наоборот, бүйтіп қорқытып, пугать етіп, пуганы уже болды, өтті ол, 30 жыл қорқытып біттіңіздер. Сондықтан қою керек осы нәрсені. Кішкене бетіміз дұрыс бұру керек. Сақалмен қорқытпайсың, сақалмен дамымаймыз. Сақалды қой, сүннет, ешкім сақалға таласпайды. Атаңның жолы, анаңның жолы, біздің бабаларымыздың жолы. Бірақ бізге қазір сақал мен хиджабтың таласатын заман емес. Бізге дамып, өсіп, үрім бұтақты ойлайтын заман. Соларға жол ашып беруіміз керек. Бұған тиісті құзырлы мекемелер меніңше жұмыс істеп жатыр деп есептеймін.